Қайырлы күн баршаңызға, менің гүл сері оқырмандарым. Мен сіздерге бүгін мына бір әдісті қолданғым келіп отыр. Гүлдеріңіздің шіркейін кетіре алмасаңыз, үй жағдайында корицаны қолданып көріңіз. Корица бұл табиғи фунгицид. Корица бұл нанға қосатын дәмдеуіш. Бұл ас үйге ғана емес, сонымен қатар бақшада жабық өсімдіктер мен гүл өсіруде жақсы көмекші болады. Корицаның құрамында антисептикалық қасиеттері бар, және де паразиттер мен зиянкестерді қорғайды, дамуына және өсуіне күш береді. Қазақша түрі сүттіген. Молочой сүттіген тұқымдасына жататын бір не одан да көп жылдық өсімдік. 2160 түрі белгілі. Биіктігі 15-20 см, тамыры тармақталып, сабағы тік өседі. Қандауыр тәрізді жапырағы бүтін жиекті, гүлдері дара, жынысты, жасылдау сарғыш түсті жапырақтары бар. Маусым-тамыз айларында гүлдеп, шілде-қыркүйекте жеміс береді. Жемісі 3 ұялы қауашық. Сүттігеннің көпшілік түрінің сабағы сүтті, шырынды болады. Кейбіреуінің ұрығында іш өткізетін май бар. Өте улы өсімдік. Көкшіл сүттіген дәрілік өсімдік қасиеті бар. Халық медицинасында сүттігенді іш өткізетін, несеп жүргізетін және ішек құрттарын түсіретін, сондай-ақ қатерлі ісіктерді емдейтін қасиеттерін бөліскен. Берік сүттіген өте сирек кездесетін өсімдіктердің ретінде қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енген гүл. Табиғатта таралуы облыстың барлық аймақтарында өсетін 52 түрі белгілі. Соның ішінде әсіресе талшық сүттігені республиканың орманды, шалғынды жерлерінде, егістіктерде жиі кездесетін арамшөп. Қазақстанның оңтүстік және шығыс облыстарының ормандары мен жабайы бұталарының арасында құмды, сортаң, шөлейтті жерлерде өседі. Сүттігеннің өте қауіптілері түйе сүттігені, құм сүттігені, күнбағыс сүттігені деп аталады. Дәрілік шикізат ретінде жиналмайды. Мүмкіндігінше жайылымдарды тазарту үшін оларды тамырымен жұлып тастаған дұрыс. Ал қотырға, қышымаға қарсы қолданылатын дәрі тапшы кезде оның шөбінің тұнбасымен осы ауруларды емдеген. Химиялық құрамы. Сүттіген шөбінің құрамында іш өткізетін май, сондай-ақ эфорбин қышқылын, улы тотығы, шайырлы және органикалық заттар аздаған алкоголимдер болады. Малдың улануы. Жалпы сүттігенді мал жемейді, бірақ жазда дайындалған пішен арасында сүттіген шөбінің араласып кетуіне байланысты қыс айларында осындай шөппен азықтанған мал уланып қалады. Уланған малдың асқазан ішегі зақымданып, қабынады, іші өтеді, тәбеті қашады. У денеге әбден тараған кезде оның зәрінен қан араласады. Аузынан шұбырып, көбікті сілеге ағады. Тыныс алу органдары мен жүрек жұмысы нашарлайды. Дер кезінде емделу керек. Егерде алғашқы көмек көрсетпеген жағдайда 1-2 күнде өледі. Асқазанды тазалау үшін марганцовканың әлсіз ертіндісімен жууға болады. Сүттіген гүлі туралы. Жарықты күнді ұнатады. Жаз мезгілінде аулаға шығарып қойсаңыз өсе береді. Суын шөлдегенде беріп отырасыз. Ауруға аз шалдығады. Және тағы бір айтып кетер, сүттігеннің сүтінің адам бетіне, мойнына шығатын түйме іспеттес сүйел түрін кетіреді. Сондай да қасиеті бар, бірақ мен өзім қолданып көрмедім. Молочой танымал бөлме гүлі. Өсімдіктің бөлінетін ақ түсті, шырыны улы болады. Сондықтан ол аллергия тудырады. Теріні күйдіріп, тітіркендіреді. Ал айналасында тұрған гүлдердің өсу тежеліп, қурап қалады. Молочой гүліне күтім жасағанда қолға міндетті түрде қолғап киіп алған жөн. Корицаның үй гүлдеріне қалай қолданамыз? Горшок көлемі 1,5 немесе 2 литр. Топырақтың үстіне айына 1 рет жарты шай қасы корица ұнтағын салып тұрыңыз. Содан кейін бөлме өсімдіктері
Жұқпалы және саңырауқұлақ ауруларына бейім болмауы үшін әдеттегідей су құйыңыз. Суды толық кептіріп суғару керек. Су көп болса ауруға бейім болып тұрады. Пересадка жасағанда ауырған гүлдерді обработка жасау керек. Корицамен жуамыз. Оны істеу үшін 1 ас қасық корица ұнтағы 1 литр жылы суда ертіп пайдалануға болады. Ал топырағын ауыстырған кезде гүлдің тамырына ұнтақ себуге болады, корицаны себуге болады. Суға ертпей-ақ, егер тамыр жууды талап етпесе, және оның түбегіне 2 ас қасық корица салыңыз. Гүлдерді осылай отырғызуға да болады. Молочай гүлінің көбейтілу түрі. Үй жағдайда тамырлатуды қажет етпейтін гүл. Бұны жас қалемшесін кесу арқылы горшокқа отырғызып қоямыз. Бұл өзі тамырлап өсіп кете береді. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.